Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге ұлттық тағамдарымыздың бірі болған нан салма тамағын жасауды үйретемін. Бұл тағам өте тойымды болып есептеледі. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол үшін қажет заттарымыздың барлығын өзімізге ыңғайлы формада турап аламыз. Ең алдымен пиязды, одан кейін етті және де сәбізді, картошканы өзіңізге ыңғайлы етіп, осы видеодағыдай турап алыңыздар. Заттарымызды турап дайындап алдық. Енді қызып тұрған қазанымызға 150 грамм майымызды құйып, оның үстіне етті және пиязды бірге салып қуырып аламыз. Етті бөлек салуға болмайды, қатты қуырылып кетеді. Сол үшін пиязбен бірге салыңыздар. Пиязымыз сарғайып қуырылып болды. Оның үстінен сәбізімізді саламыз ағыны. Жақсылап араластырып 2 немесе 3 минут бойы қуырылады. Оның артынан майдаланған помидорды пайдаландым. Егер томат болса, томат қолдансаңыздар болады. Оны да араластырып 3-4 минут бойы қуырасыздар. Қуырылып жатқан кезде тұз салуды ұмытпаңыздар. Мен бір ас қасықты толтырмай, орташа қылып тұз салып алдым. Оның үстінен енді суымызды құямыз. Примерно 1 литрдай су құямыз. Және де қайнап шыққаннан кейін лавр жапырағын салып, лавр жапырағы ерекше дәм береді. Лавр жапырағын салып, пәс отта жарты сағат немесе 40 минут бойы қайнатамыз. Подливіміз дайын болғанға дейін қамыр илеп аламыз. Ол үшін 1 стакан суға 2 жұмыртқаны салып, үстіне тұз салып жарты ас қасықта, ұн салып, қатты қылмай, орташа қаттылықта қамыр илеп аламыз. Қамырымыз 20 минут бойы демалып тұру керек. Ол аралықта подливіміздің үстіне 40 минут қайнағаннан кейін картошкамызды салып, араластырып, тағы да пәс отта картошкамыз піскенге дейін қайнатып аламыз. Қамырымыз демалып болғаннан кейін жайылуға өте ыңғайлы әрі оңай жайылады. Қамырымызды қатты жұқа қылып жібермей, және де қатты қалың қылмай, орташа қалыңдықта жаямыз. Қамырды өзіңізге ыңғайлы пішінде кесіп алсаңыздар болады. Мен бір зуала қамырды осы видеодағыдай етіп кесіп алып, орап, осы пішінде кестім. Егер бұған уақытыңыз болмаса, кәдімгі 5 бармақтың қамыры сияқты етіп, еттің қамырында етіп кесуіңізге болады. Ал мен осылай майда етіп кесуді жөн көрдім. Кесіп болған қамырымызды осылай видеодағыдай етіп арасын ашып аламыз. Әрі арасындағы артықша ұндарын түсіріп аламыз ағыны. Суымыз қайнағаннан кейін суымызға тұз салып, қамырымызды салып пісіріп аламыз. Қамыр бір рет қайнап шыққаннан кейін міндетті түрде тұзын көріңіздер. Тұз аз болса тұз салыңыздар, себебі тұзы аз болса қамырыңыз езіліп кетуі мүмкін. Қамырды өте ұзақ уақыт бойы қайнатуға болмайды. Осылай қайнап шыққаннан кейін 2 немесе 3 минуттан кейін сүзіп алыңыздар. Қыздар, қамырымызды сүзіп алдық. Қамырымыздың үстін осылай майлап аламыз. Майланған қамырымыздың үстіне тұздығымызды құямыз. Сонымен тамағымыз дайын. Өте тойымды ас болады. Балалар рахаттана жейді. Қамыры да жегенге өте ыңғайлы болады. Қыстың күні қарынды тоқ ұстайды қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бота. Менің каналымдағы басқа да видеоларды қарап, өзіңізге ұнаған рецепт бойынша тамақ әзірлеуді сіздерге кеңес беремін. Сау болыңыздар.